Сәлем балалар, 2 сынып әдебиеттік оқу 81 сабақ табиғатпен танысамын тақырыбы. 1 тапсырма. Артық суретті көрсет, ойыңды түсіндір. Бұл жердегі артық сурет, 4 сурет бейнекамера. Өйткені 1 сурет күн, 2 сурет жер, 3 сурет ай және 5 сурет Сатурн. Бұл 4 суреттің барлығы аспан денелері, ал 4 тұрған сурет ол бейнекамера қолдан жасалған дүние болып табылады. 2 тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Аймен танысу. Ай жарық, әдемі түн еді. Мен жүрсем ай бірге жүреді. Жүзіме үңіліп күледі. Жүгірсем жүгірді қалмады. Мен жайлап кідірдім. Айдың да алқынып қалар деп жүрегі. Өлеңнің авторы Сәнімгүл Желдербаева. Балалар, өлеңдегі алқыну сөзі жүгіру кезінде ентігу, демігу деген мағынаны беріп отыр. Ай туралы өлеңдегі оқиға саған таныс па? Біз бала кезімізден айға қарап жүретін болсақ, ол біздің көзімізге бізбен бірге қозғалып жатқандай болып елестейтін еді. Келесі өлең жолдарын мұқият тыңдаңдар. Бұршақ жауын. Жүгердей әппақ. Ұстап көрсең қаттақ. Су боп еріп кетеді, қойсаң тығып сақтап. Сатыр-сұтыр етеді, шекеңе тисе өтеді. Ауызға салсаң лезде, кәмпиттей еріп кетеді. Өлеңнің авторы Рза Қунақова. Ізде. 3 тапсырма. Ақын бұршақты нелермен салыстырады? Теңеу сөздерді тап. Өлеңдегі теңеу сөздер жүгерідей, кәмпиттей сөздері. 4 тапсырма. Табиғат құбылысы туралы бірнеше сұрақ жаз. 1 сұрақ. Жаңбыр неге жауады? 2 сұрақ. Күн қайдан шығады? 3 сұрақ. Жұлдыздар неге түнде көрінеді? 4 сұрақ. Кемпір қосақ қалай пайда болады? 5 сұрақ. Қар қайдан пайда болады? Кемпір қосақ. Жаңбыр жауып басылды. Аспан шайдай ашылды. Көкке қызыл жасылды. Кемпір қосақ асылды. Бояулары бір ғажап. Аспан бойлап тұрды аз-ақ. Құшақтайын деп едім, ғайып болды тым тез-ақ. Өлеңнің авторы Құлкерім Елемес. Балалар, өлеңдегі ғайып болу сөзі жоқ болып кету мағынасында беріліп отыр. 5 тапсырма. Бала кемпір қосаққа неліктен таңданды? Бала кемпір қосақтың түсі түрлі түсті болғанына және аспанда аз уақыт тұрғанына таңданды. Қорытындыла. 6 тапсырма. Айналаңдағы табиғатта өзіңді не қызықтырады? Мені табиғаттағы аспанға қара бұлттың жиналуынан кейінгі жаңбырдың жауатыны, қар жауғанда күннің суы, кемпір қосақтың жаңбырдан кейін шығуы қызықтырады. Үй жұмысы. Өзіңе ұнаған өлеңді жаттап ал. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, осы видеоға лайк басыңдар және менің каналыма тіркеліп алыңдар.